Соның біреуі бүгін последний день. Ол енді уже ұлытау жастары бітіп те алған шығар. Болды уже, біткен екен ғой онда. Онда 7 бағдарлама получается. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 бағдарлама болып жатыр. Оларда жақын тағы болады ма дейді. Я, жеп алдыр өздерін. Жақын арада ол болатын болмайтын білмеймін. Мен болса хабарын берем. Так, TikTok кешар, TikTokқа да бір назарымызды аударып қояйық. Так, ең шынайы маман иесі дейді. Перизат Қаражігітова. Ух ты, Перизат кешар. Рахмет ниетіңе. Перизат менің оқушым, студентім болған қыз ғой. Еңбегіңіз жана берсін дейді. Аумин, рахмет Әйгерім. Рахмет, Алла разы болсын. Осындай керемет комментарийлер жазғаннан кейін прям желание ашып кетеді. Прям күшті айтқанға. Кеш жарық, Назгүл қосылыпты Жолаева. Кеш жарық, Назгүл ханым тұрақты оқырмандардың бірі, өте білімді азамат. 2022 үйленген жұптарға қандай программамен дейді. Шевенгалиева, 22 жылы үйленсеңіздер, жас отбасы ғой, жас отбасы деген депозитті ашып, әдемілеп, ары қарай жинасаңыздар 6%-мен ақ ала беруге болады, достар. Мопиева дейді, кеш жарық жаңадан қосылып отқан азаматтарға барлығына бүгін тақырып 7 бағдарлама, отбасы банкта болып жатқан 7 бағдарлама туралы бәрін айтып беремін. TikToктағыларға да жалынды сәлем. Мына жақта TikTok, мына жақта Instagram парақша тікелей өткізіп жатырмын, достар. Қалыңыз қалай дейді, Нұргүл Саяжан деген өткенде де шығып едіңіз, вторник күнде де рахмет. Аллаға шүкір, жақсы, өздеріңізде қалайсыздар. Так, мына жақта уже 12 адам. Кеш жарық, Алматы қаласында шаңырақ бағдарламасы қашан басталады? Әйгерім ханым, болса бағдарлама басталса өзім айтамын. Мына аппетит ашып жібердіңдер ғой мына жерде. Күшті болып тамақ жеп жатыр. Маған да әкеліп берші, бүгін жеп алайыншы. Негіз болмайды екен ғой маған. Ал, сонымен достар, кеш жарық отбасы бағдарламасы туралы, отбасы банкта қазір қандай бағдарламалар жүріп жатыр. Енді бұл жерге бүкіл Қазақстан бойынша асыл мекен деген бағдарлама болып жатыр. Шымкентте қамқор бағдарламасы болып жатыр. Қостанайда тікелей Рудный қаласында жаңа концепция бағдарламасы, Түркістан қаласында жаңа концепция бағдарламасы. Рахмет. Және Павлодар облысы Ақсу қаласында жаңа концепция болып жатыр. Және Петропавл қаласында болып жатыр и Павлодар қаласында. Получается, Павлодар, Петропавл, Түркістан, Қостанай, Рудный, Шымкент және бүкіл Қазақстан. Міне, осы аймақтың азаматтарына бүгін күшті жаңалықтарымды сіздермен бөлісетін боламын. Басқа қалаларда шаңырақ басталды ма? Басқа қалаларда жаңа концепция басталып жатыр енді. Павлодар қаласы бар, Петропавл қаласы, Ақсу қаласы, Түркістан қаласы, Қостанай облысының Рудный қаласы. Және Шымкент қаласында өңірлік бағдарлама қамқор деген болып жатыр. Так, Наурыз бағдарламасына қатыса аламын ба? Атымда акимат берген үй бар дейді. Нұргүл ханым, атыңызда үй бар болатын болса, онда қатыса алмаймыз. Так, сосын Ұлытау жастары бүгін последний күн болды. 1 ноябрьге дейін қабылданды. Сондықтан ол Ұлытау жастары бағдарламасы туралы айтпаймын. Өйткені бүгін соңғы күн болды. Кешкі сағат 6-ға дейін заявка, документ тапсырып үлгергендер үлгерді, үлгермегендер қалып қойды. Ақтөбеде қандай бағдарлама болып жатыр дейді, қандай бар дейді. Ақтөбеде Мейрамкүл ханым пока Ақтөбеде бағдарламалар жоқ болса, міндетті түрде айтатын боламын. Кеш жарық, жұмысыңызға сәттілік дейді. Назгүл ханым, рахмет, Алла разы болсын. Алла разы болсын. Так, сонымен кеттік. Бірінші, әр эфирімде Ақерке Қордабай дейді. Ақерке келдің, менімен қосылыпты. Привет деп жүрсің, привет деп қойып келінге. Так. Асыл мекен бағдарламасы туралы айтайын. Екеуін жақындатып қойсақ болмай ма? Осы екеуін бірге бүйтіп. Тамам. Асыл мекен бағдарламасы бүкіл Қазақстан бойынша жүріп жатыр, достар. Телефон бермеймін, телефон занят қой менде. Балаларымды алып келіп едім офиске. Телефон сұрап жүр ғой менен. Так,
Сәлімбердов дейді, Ақерке, бақытты бол айналайын, бақытты бол, өмір жасың ұзақ болсын, денің сау болсын. Туған келінім ғой Ақерке, Қордабай деген мені тікелей қарап отыр. Бұл да көп балалы жанұя, 5 бала жағасы бар. Құдай қаласа, ол да үміттеніп бір үйлі боламыз деп әрекет жасап жатыр. Сәттілік. Әйгерімнің сұрағы, жасыл ипотека 12%-бен ғана бола ма, 7%-ға түспей ме дейді. Әйгерім ханым, жалпы жасыл ипотека бағдарламасы барлығына бірдей 12,5%, ал егер кезекте тұрғандарға ол 7% болады, ал әскери қызметкерлерге Шәне, мен қызым ғой. Привет де бар. Привет, қалайсыңдар де? Қалайсыңдар. Папа қалай, жақсы ма деп айтшы. Жақсы түсіндіре ма деп айтшы. Сұра. Папа жақсы түсіндіре ма деп сұра. Папа жақсы түсіндіре ма? Түсіндіре ма дейді. Папа жақсы түсіндіре де. Мынау деген менің кішкентай ұлым, Ақсұлтан аты. Привет де. Привет. Бәріне привет деп айтыр. Привет. Ей, молодец. Папа пицца жейсің? Пицца жеймін қазір. Мен айтып алайын, сосын жеймін, Давайте кедергі болмаңдар. Мен оқыңызшы дейді. Қазір. Зәуре ханым, оқиық. Так, полиция қызметкер кезекке тұру керек па дейді. Я, кезекке тұру керек. Тұрып алсаңыз, мемлекет бағдарламамен алуға да мүмкіндіктеріңіз бар. Ал енді полиция қызметкері, егер сіз жилищный выпут алып отқан болсаңыз, жасыл ипотека бойынша кезекте тұрмасаңыз да, 8%-бен ала беруге болады. Самый главный, жилищный выпут алсаңыз болды. Үй алатын процент төмендеу бар ма дейді. Үргүл дейді ма? Үй алатын төмендеу процент отбасы банк қой. Сонымен жасасаңыз болады. Жасыл ипотека 12%, үй алатындар бағдарламалар бар ма айттық. Так, Зәуре 2025 концепция Шымкент январ болады ма дейді. Зәуре ханым, қай регионда қашан басталайын деп жатыр, қалай болайын деп жатыр, қашан болады, қандай бағдарлама болады, мен алдын ала білмеймін. Маған Инстаграм парақшаларға ақпараттар жіберген ресми жібереді, мен соларды сіздермен бөлісем. Мен де бүкіл жақтың байланысым бар деп ештеңе айта алмаймын. Сондықтан ондай ақпарат менде жоқ. Мен де сіздер сияқты кәдімгі азаматпын, просто ақпараттардың барлығын жан-жақтан қарап аламын. Тәп-тәтті балапандар дейді. Ләйла ханым, рахмет, Алла разы болсын. Тәп-тәтті балапандар. Аллаға шүкір осы балапандардың. Департамент жилияға кезекке тұру керек па дейді Әйгерім. Енді егер кезекке тұруға сізге сәйкес келіп тұрсаңыз, онда кезекке тұруыңыз керек. Так. Тиктоктан сұрақтарыңыз болса, тикток қарап сұрақ қойып отырыңыздар, мен де жауап беріп отырамын. Мына жақтан қазір параллельно жасап отырмын. Так, мына жақта. Так, Ержан дей ма? Ассаламу алейкум аға дейді. Уағалейкум ассалам. Үйлі опы 5 пен алғанда жартысын есептегенде мемлекеттік сыйақыны да қосып есептей ме, әлде тек өзін салған қаржыны есептей ме? Қандай керемет грамотный сұрақ қойдыңыз, Ержан, молодец. Дұрыс айтасыз. Яғни 50%-ға сіздің госпремияңыз есептеле ма, 50%-ға әлі есептелмей ма дейді. Мен сіздерді қуантып қояйын, госпремиямен бірге ол сіздің 50%-іңіз болып есептеледі, достар. Бірақ бұл жерде бір но бар да. Мысалы қараңыз. Сіз 50%-іңізді жинап қойдыңыз, айталық, шартты түрде 7 миллион жинадыңыз дейікші. Соның 300 мың теңгесі госпремия деп алайық, мысалға деймін. Сонда получается 6 миллион 700 сіздің жинаған ақшаңыз, госпремия 300 мың, сонымен 7 миллион болып тұр. Бірақ 50%-ға 7 миллион есептеледі, 7-ге 7 қосып 14 миллион қалады. Бірақ бір носы, егер сіздің 7 миллион жинаған депозитіңіз 3 жыл толмаған болатын болса, онда залогқа үй қояйын деп алған үйіңізді қоясыздар ғой, соның бағалаған кезде, залогқа еспейтін кезде, сіздің 7 миллионыңызды жабу керек емес, 7 миллион 300-ді жабу керек болады. Яғни госпремияңдай. Ол кезде госпремия есептелмейді. Сіздің алғаш жаңағы 6 миллион 700 ғана, ал сіз как будто банктен 7 емес 7 миллион 300 алып жатқан сияқты болып қаласыз. Түсінікті ғой, Сол. А так, в принципе, залогыңыз нормальный болатын болса, ол госпремия ешқандай әсерін тигізбейді. Бірақ 50%-ға саналады. Ержан, осындай керемет сұрағыңызға рахмет, керемет. Берекелі ереке, уағалейкум ассалам, ассаламу алейкум дейді. Уағалейкум ассалам, инконг дейді. Менің тұрақты оқырманым әрдайым шығып отырады, рахмет. Ажырасқан кезекке тұра алмай тұр, соттың решение салсақта дейді. Енді
соттың решениесінен бөлек сізде куәлік болу керек, ажырасты деген, ол базада тұру керек. Мүмкін содан шығар, оны жилфондтан нақтылап біліп алыңыз. Так, сұрақ қойып тұр, 1 миллион бар, Түркістаннан үй алам ба дейді. Көрейік қандай бағдарламамен сәйкес болады. Негізі әрекет жасасақ бәрін жасауға болады ғой. Перизатқа әкеңізде ең керемет түсіндіріп қана қоймай, кез келген уақытта жауап беріп отыр, жақсылығыңыз еселеп қайтсын, қайтай берсін дейді. Ой, рахмет Перизат ханым. Мен қызым айтып отыр ғой, Алла разы болсын. Пайыз төмен бағдарламалар болса айтасыз ба дейді Айгерім. Пайыз төмен бағдарламалар, міне қазір жаңағы кезекте тұрғандарға, соларға айтуға уақытым жетпей жатыр, сіздің сұрақтарыңызға жауап беріп жатырмын. Негізі қазіргі таңда пайыз төмен бағдарламалардың 7-еуі өтіп жатыр бүкіл регион бойынша, әртүрлі региондар бойынша. Соны мен қазір айтып беремін. Тікелей эфирді қарап отырыңыздар, барлығын айтып беремін. Не жаңалық дейді? Жаңалық сол тікелей эфир өткізіп жатырмын десем, балаларыңыздың қызығыңыз көріңіз. Әйгерім, рахмет, Алла разы болсын. Аумин. Барша мен тыңдап отырған қазақтардың барлығы бала-шағалардың рахатын көрсін, дендері сау болсын. Тек жақсылықтан жақсылық аман болай берейік, достар. Так, Айдос дейді. Ассалаумағалейкум аға, менікі сол жер. WhatsApp-тан да Айдос бар. Шыдан яқтан да молодец. ГЦК, субъект облакир, получен гривен отчет, лайфын зайым. Бағана айттым ғой, Айдос, WhatsApp-қа жаздым ғой, сіз өзіңіз ЭЦП-мен алып. Оны, скорее всего, сіз аштыңыз, бірақ ол ашылғаны бір 2 күнден кейін ғана көрінетін шығар. Енді сіз, мысалы, отбасылықтан бүгін запрос жасадыңыз бар, бүгін пятница ғой. Так, енді 3 рабочий күн тұрады ол. Понедельник, вторник, среда. Енді сіз четверг ғана барыңыз, жақсы ма? Понедельник, вторник шыдамсыздық танытып қайттан барып қалсаңыз, пятницада алған информация көрініп тұрады. Сондықтан келесі четвергке барыңызшы, Айдос. Жаңа концепция болады ма өз Астанада? Жаңа концепция кеш бағана айтты, 6 ноябрь ма қашан басталады? Бағана сон шығарып сіз айтпашы. 4 пәтер. Астана ма? Астана 4 пәтер. Бағана болды ғой. Астанадан 4 пәтер бар жаңа концепция бойынша. Сол болайын деп айтпашы. Сәлеметсіз, пенсионка минимальный, қолда 2 миллион болса үй аламды. Айканур ма? Айканур, бізге хабарласыңызшы, ойласамыз, болады барлығын жасауға. Асыл мекен 10 миллион ғана беріледі, ауылдық мекеннен ғана беріледі. Дұрыс айтасыз. Пенсионка жақсы дейді, күшті, пенсионка күшті болсын, онда Алла разы болсын ағай. ОП-5-пен алғанда алдын ала зайымның қай түрін ұсынар едіңіз? Жеңіл екі стандарт. Ереке, сіз отбасы банкта жұмыс жасамайсыз ба, Ержан? Отбасы банкта консультант болдыңыз ба? Или прям күшті оқып алдыңыз ба? Алдын ала зайымның, аралық зайымның 3 түрі болады. Жеңіл екі стандарт деген. Осының қайсысын ұсынасыз дейді. Шынын айтсам, бұндай грамотный сұрақтарды ретке қояды да оқырмандар. Негізі ең тиімдісі стандарт солардың арасында. Ең тиімдісі стандарт. Сондықтан стандартпен алғаныңыз жақсы. Неге десеңіз, стандартта банктың процентінен бөлек, процентін, во-первых, ең аз төлейсің, еще оның основной долг дейді ғой, негізгі қарызында төлеп отырасыз. Сондықтан бірақ енді ай сайын төлем стандартта басқа жеңілден қарағанда көбірек. Енді мен не айтып, не қойып жатқанымды басқа оқырманда түсінбей жатқан шығар. Дегенмен де, осым жалпақ тілмен айтқан кезде, 50-50 алған кезде сізге 3 вариант ұсынады ғой, 3 вариант ұсынады. Осы 3 варианттың қайсысы алған дұрыс дейді да, оның атаулары бар. Жалпы 3 варианттың ай сайынғы төлемі ең көбірек варианты бар ғой, сол тиімді болады. Басқаша жалпақ тілмен сөйлейтін болсақ. Так, Бауыржан, Баня қайда дейді. Мынау қуат ма, кім екен Бауыржан деген Баня қайда? Қандай Баня? Бүгін Баняға баратын күн емес қой десем. Бауыржан деген кім? Өткенде де өйстіп Баня қайда деп сұрақ қойып. Қызық. Ондай тиктокта ондай сұрақ қоямын адамдар деген бұл түрлі екен. Так, кеттік. Асыл мекен бағдарламасы. Бұл жерде максималды займ 10 миллион теңге, 5%-мен аласыздар, алғаш жарна 10%, яғни 10 миллион болатын болса, алғаш жарна 1 миллион теңге деген сөз. Бұған сіздерге айтайын, аттарыңызда 5 жыл, соңғы 5 жылда артыңызда үй болмаса болды, бірақ қалап қана болды, соңғы 5 жыл. Кез келген азаматтар қатысады, 18-ден 63-ге дейін деп айтайық. Оны заявка беретінде банкке барып беріп жүрмейсіздер, бәрі электронны неге қарап, жаңағы Егоров 5
Гуглға кіріп Отбасыбанк деп тересіздер, соның ішінен Отбасыбанкқа заявка не бересіздер, кәдімгі звондайсыздар. Сол жерде өзіңіздің ең телефондарыңызды теріп, звондап, сосын Асыл Мекен бағдарламасына біз заявка берейін деп едім десеңіздер, олар сіздің иіңізді жаңа телефоныңызға смс жіберіп, соның барлығын өздері қарап айтап, одобрение беретін, бермейтін. Бірден береке жүрген жерің ереке дейді. Керісінше шығар, ереке жүрген жерің береке о. Рахмет бауыржан, рахмет, Алла разы болсын. Баняға барамыз ба дейді ислам. Банчиктер ғой мен неде отырғандар, тиктокта отырғандар, қызық. Так, келесі мұнда параллель сұраққа жауап берейін. Так, саламатсыз ба дейді, балаға дейді. Оғалейкум, саламатсыз ба, ауылда 1 миллион, 10 миллион үй жоқ қой дейді. Зәуре, дұрыс айтасыз, 10 миллиондық үй жоқ қой, бірақ 10 миллион займ алып алып, қалғанын өзіңіз төлей саласыз ғой, 12-15 миллион болса, қалған жетпей тұрған ақша. Бағыстан былтыр конкурс остатки дейді. Иә, ол да дұрыс, былтыр конкурс остатки жаңағы Астанадағын айтып отыр ғой, дұрыс. Так, Саят асты дейді. Саят шығар, кеш жарық отырғанмен 30 миллион квартира алдым, енді қалай тез жабуға болады дейді. Енді тез жағу болатын болса, ай сайынғы төлемнен бөлек, хотя бы бір 50 мың теңге салып отырсаңыз, тездеп ай сайын. Солай тез жағуға болады, Саяттың сұрағына. Так, Айнұр дейді, ерді неше жылға беріледі ипотека? Отбасыбанкта примерно 8 жылға беріледі. 7,5%-бен. Зәуре дейді, 10 миллионға дейін болса болады ма дейді. Әрине болады, өзіңіз білесіз. Ержан, сізге рахмет, жатпай тұрмай зерделеп жатыр едім. Сіздің айтқаныңыз біз секілді қарапайым халыққа жақсы түсіндіреді екенсіз. Алла екі дүниетін бақыт нәсіп етті дейді. Ой, ереке, Алла разы болсын. Менің айтқан сөздерім сізге пайдалы болып жатса, тағы не деймін, сізге құнды болып жатса, бұл деген ол керемет қой. Бірімізге осылай поддержка жасап, өзімді қолдау жасап жатсақ, одан асқан бақыт жоқ. Ереке, Алла разы болсын. Қай қаладансыз, хабарласыңыз. Мен жалпы өзім сондай араласқан дегенді жақсы көретін азаматпыз да. Жақсы, ереке, дұрыс, керемет. Давайте. Так, көп адамдар қосылып жатыр. Биыл Астанада шаңырақ болады ма? Бейсен Ахметов, вот шаңырақ болғанда нұрлы жер жаңа концепция бойынша 4 квартира алып қойған. 3 бөлмелі, 2 бөлмелі, 1 3 бөлмелі ғой, по-моему, ұмытпасам. Солар қазір Құдай қаласа осы 6-сында басталады ғой. Или 5-не басталады ғой. Так, үйді соземшіксіз алу үшін ипімен пенсия құйсам болады, Зарина, болады. Қайырлы кеш, жаңа концепция қашан болады екен? Алматыда пока ақпарат жоқ, ол болса бір айтам. Маңғыстау облысы Бейнеу ауданынан дейді. Ой, ереке, Алайдың жерінен екенсіз ғой, болды. Маңғыстаулықтарда бәрекелді, Маңғыстаудың азаматтары өте керемет. Ақтауға барып жатсақ хабарласамыз. Бейнеу алыс емес қой. Так, жақсы, 5-те басталады. 5-не басталады дедіңіз Ерболат. 5-не басталады, 5 ноябрь, по-моему, ұмытпасам, 5 ноябрь. Сапора, біздің Сапора ма, кәдімгі, повар Сапора ма? Сіз ба? Юсупова Сапора ма отырған? Юсупова Сапора деген танысымыз. Так, аренда жинастан қашан? Заявка болып кетті ғой, аренда жинастан свой көпім, болып кетті, оның даже несте шықты, ответі без права көпімге шыққан жоған. Саламатсыз ба? Я. Сол дейді, болды Сапора. Жақсы, рахмет тиктокта қарап отырғаныңызға. Басқаларға да бөлісіп қойыңыз, осындай жақсы күнді ақпараттармен бөлісетін азамат бар екен деп. Жалпы Асыл Мекен бағдарламасы бүкіл Қазақстан бойынша бөліп жатыр. Әр регионға әртүрлі лимит бөлінген. Қай регионда қанша лимит қалды, қанша болды, ол ақпарат менде жоқ. Дегенмен соған заявка бере берсеңіздер болады. Ал тек қана ауылды жерден ғана үй ала аласыздар достар. 10 миллион теңге жақсы ғой, 1 миллион теңге салып 10 миллионға аласыздар. Айына где-то 80 мыңдай шығады, 80-90 мыңдай шығады. Өңірлік бағдарлама, қамқор деген бағдарлама бар, Шымкент қаласында өтіп жатыр. Бұл жерде 63 жасқа дейінгі азаматтардың барлығы қатыса алады. 6%-бен 20 миллион теңге дейін, процент ставкасы 10%.
Шымкент қаласынан тек қана бірінші нарықтан ғана үй алуға болады. Соңғы 5 жылда міндетті түрде үй болмау керек. Және келіп мынандай салалардың азаматтар, журналистер, дәрігерлер, білім, мәдениет, спорт, энергетика, аумақтық департаменттер, мемлекеттік мекемелер, коммуналдық салалар, соның қызметкерлері және Шымкент қаласының төтенше жағдай министрлігінің қызметкерлері қатыса алады, достар. Өңірлік бағдарлама Шымкентте болып жатыр. Қатып жатыр дейді. Не болмай жатыр ма, дұрыс? Асыл мекен кезек тұру керек па дейді. Айдос, жоқ, асыл мекенде кезек тұру маңызды емес. Негізгісі соңғы 5 жылда үй болмаса болды атыңызда. Ондай. Асыл мекеннің атында үй болса ше, қандай? Жоқ, атында үй болмау керек. Соңғы 5 жылда атыңызда үй болмау керек асыл мекенде. Соңғы 5 жылда атыңызда үй болмаса болды. Чуть-чуть бірдеңе ауыстырып алайын, мен яқтан көрінбей. Кешіңіздер. Перекус жасап алайын деген ма, қарны ашып кетті. Режиміңіздерші. Айбергенова, атымызда үй бар, қандай бағдарлама қатысуға болады дейді. Қараңыздар, атында үй барларға мен қандай бағдарлама ұсынамын. Ең бірінші кезекте жаңағыдай күту, ештеңе жоқ, опы ештеңесі жоқ, тек 20% саласында алып кете беретін ол жасыл ипотека деген бағдарлама бар. Ол да бір керемет бағдарламадан бірі. 12,5%-мен барлығына, ал егер учетте тұрған болатын болсаң 7%-мен, жилищный выплата, яғни әскери азаматтар болатын болса, онда 8%-мен жаңағы жасыл ипотека бағдарламасы бойынша үй алып кете беруге болатын мүмкіндік бар. Оның бір айыбы тек қана белгілі бір үйлерден ғана аласың да, бүкіл өзің таңдаған үй алмайсың. Тек осылардан ғана аласың дейді, болды. Сондай 1-2 үй ғана предлагать етеді, содан ғана аласыз, болды. Бірақ негізі бар. Ас болсын дейді Айдос, рахмет, айыптеңіздер şimdi. Жаңағы жасыл ипотекадан бөлек атыңызда үй бар болатын болса, егер әйел азаматы болсаңыз, онда ұмай деген бағдарлама бар. Ол да принципе нормальный бағдарлама, 14% беріледі. Бүгін ғана Ләззат Еркенова, яғни жаңағы отбасы банктың төрағасы, Азиатский банк реконструкция развития төрағасымен бірге меморандумға қол қойып 90 миллиард ақша бөлінді. Өзіңіз ойлаңызшы, 90 миллиард деген әжептәуір көп ақша, көп ақша. 90 миллиард. Тіпті 50 миллиондық үйлердің өзі, санап жүрейінші, 90 миллиардқа қанша үй келеді? 90. Так, получается, 50 миллион, бәрі 50 миллионнан алды дегеннің өзінде 90 миллиард дегеніміз 90 миллион. Так, 90 миллиард бөлеміз 50 миллион. 1800 мәсан. Короче, 2000 адам, минимум 2000 адам отбасы болады екен ғой. Керемет. Минимум 2000 адам, 2000 адам ұмай бойынша үй алуға болады. Артында үй бар болса да, болмаса да, пропискаңыз бар, жоқ, ештеңе қарамайды. Самый главный 950 мыңнан асып кетпесе болса айлаңыз. Миллиард қанша нөл дейді? Миллиардта 9 нөл бар. 9 нөл. Миллиард. Миллионды алтау, миллиардты 9. Табыс растауыш ИП работник болса, тек пенсион выписка сұрайды ма? Жоқ. ИП работник, ИП-да болсаңыз, только выпискасын ғана сұрайды. Выписка сұрағанда бәрі электронды тартып алады, болды. Ол жерден справкаңызды алып келіңіз деп сұрап жоқ отырмайды. Так, келесі сұрақ. Айнұрды 25-26 миллионға Астанадан 3 бөлме алуға. Жоқ, вряд ли 25 миллион. Старый үйлер болмаса, нормальный үйлерін ала алмайсыз. Райықта дейді. Бауыржан. Нұралын шақырып, понятно. Бауыржан.
Ипотека сатымызға оңай қатыса бере аласыз, Назгүл ханым. Егер табысыңыз жетіп тұрса, пожалуйста, табысыңыз жетіп тұратын болса, екінші, үшінші үй алып жатсыз ба? Ешқандай разница жоқ. Ұмай бағдарламасы. Ұмайға өзіңіз ойлаңыз 90 миллиард ақша бөлінген, енді біраз адамдар үйлі болып кетеді. В принципе, жақсы бағдарлама деп айтайын. Бірақ шынымды айтайын, менің жеке мнениемді, Ұмай бағдарламасы бойынша андай адамдар бар ғой, мысалы үй жайын бәрін жасап қойған жағдайлар бар. Қатты үйге мұқтаж емес. Жай просто алып қоя салайыншы. Кейін квартирантты сдавать етіп, келешек балама деген сияқты. Вот сондайларға күшті бағдарлама. Ал енді бірінші рет алып жатқан азаматтарға ай сайынғы төлем ауырлау болады. Шынымды айтайын, оңай болмайды. Бірақ табысыңыз бар, жақсы болатын болса, әрине алып қалып, тез жұмыс істеп кете бергеніңіз жақсы, тез жауап ұстауға. Бірақ енді табысыңыз аз болып, әрең жеткізетін болсаңыз, Ұмай бағдарламасы сізге ауырлық болады, сразу айтайын. Так, жас ипотека отбасында депозит 20% төлей аламын ба? Жас ипотекамен отбасындағы депозиттен. Отбасы банкта депозитіңіз бар болатын болса, сол 20% жарайды. 20% сол отбасы банкқа саласыз. Максимально 35 миллионға дейін береді жас ипотекада. Так, өңірлік бағдарлама асыл мекен туралы айтып бердім. Жаңадан қосылған оқырмандар болатын болса, эфирді записін көріп алыңыздар. Болмаса қазір эфир басына тағы да бір қайталап өтейін. Енді қалған 5 бағдарлама туралы айтып берейін. Қостанайда 23 октябрьден 6 ноябрьге дейін жаңа концепция 2% 5% болып жатыр. 45 пәтер ойнатылып жатыр. Рудный қаласында, достар, Рудный қаласында. Яғни кезекте тұрғандар 5% алады, және 2% 4 категория алады. Білесіздер, 2%-ға 4 категория кіретін болып. Көп балалы. 4 деген қандай болады? Көрсетші қолмен. Міне 4 категория. Айтамыз, біріншісі ол многодетный семья, яғни көп балалы жанұя. Екіншісі мүмкіндігі шектеулі бала асыраушы жанұя. Екінші, яғни инвалид баласы барлар ғой. Үшіншісі, бірінші, екінші топтағы мүгедектер. Төртінші, жетім балалар. 4 көрсетші. 4 жетім балалар категориясы. Міне, осы 4 адам 2%-бен алады. 2%-ді көрсетші. 2 деген. Міне, 2%-бен несие алады екен. Маған көмектесіп жатқан Бибош деген тиктогына жазылып қойыңдаршы. Бибош 2019 деген. Привет, маған жазылыңдар деп айттым. Тиктокқа жазылыңдар. Айтшы. Жазылыңдар. Тиктокқа жазылыңыздар. Жаным. Все, болды. Болды. Ал Өскемен қаласында конкурс бола ма дейді. Өскемен қаласында болса, мен айтамын, Назгүл өте қымбат дейді. Дұрыс айтасыз, өте қымбат. Желесін опыт алатын кісі жұмыс істеп, сол үйде ипотека алған болса, жұмыстан шығып кетсе, желесін опыты тоқтай ма дейді. Жұмыстан шығып кетсе, желесін опыты тоқтап, әрине, Так. Сәлематсыз ба дейді Меруат. Сәлематсыз ба, үй шығарып бересіз ба дейді. Құдай қаласа, хабарласаңыз, Инстаграм парақшамда менің нем бар, рабочий номерім бар, соған хабарласаңыздар, пожалуйста. Ойласа, жас ипотека туралы айтыңызшы дейді Жұмабекова. Сол жас ипотека туралы бағанан бері айтып келе жатып, тағы да бір айтайын. Жас ипотеканың бір жақсы жері, опы күтпейсіз, жады 6 ай күту керек, анамна деген жоқ, тек 20%-да келесіз, депозитке саласыз, үйді барып тыңдап аласыз, максимально 35 миллионға дейін. Үй, мысалы, 40-50 миллион болып кетсе, разницасын өзіңіз строительный компанияға барып төлей қоясыз. Негізі 35 миллионның 20%-ын отбасы банкқа келіп саласыз. Мүмкін сіз 20 миллионға табасыз, 18-ге табасыз, 25-ге табасыз, өзіңіз білесіз. Бірақ Астана қаласында қазіргі таңда 2 объект қана бар. Ол Гранд Виктория және Бақстан ғана. Басқалары жас ипотекамен сәйкес келмейді, достар. Алматы қаласы бойынша жас ипотекаға лимит бітіп қалды дейді, сол рас па дейді. Әйгерім ханым, негізі ол былай лимит бітіп қалғаннан бұрын, лимит бітіп қалуы да мүмкін біріншіден, сосын лимит бітіп қалады, либо квартиралар бітіп қалуы да мүмкін. Сондықтан ол да мүмкін. Мен Алматыны оны звондап білуіміз керекпіз, или сол жерде консультанттардан білу керекпіз. Егер бітіп қалды десе, ол значит шынымен бітіп қалды. Негізі Астанада да бір рет бітіп қалып, қайтадан ашылды. Қазір пока бар. Негізі пока бар. Жаным дейді, маған емес, сен балаларыма айтып жатқан шығарсыздар, рахмет.
Так, Алматы қаласы бойынша жасыл ипотека лимит ол жаңа айттым. Келесі. Рахмет, көп ақпарат бердіңіз дейді. Пайдаларыңызға жарасын, шын жүректен қуаныштым. Так, рахмет, көп ақпарат бердіңіз. Жақсы. Осынайлар мен қайта оқи береді екен, жақсы көреді. Так, балаға дейді. Аға молодец, баланың көңілін қалдырмай дейді. Дұрыс қой енді. Телефон бере алмаймын, тұр ғой. Ана жақта, телефон бере алмаймын. Сопровождение қаншасы? Ондай ақпаратты менен тікелей эфирде айта алмаймын. 20-22 деген номер бар, рабочий, соған хабарласаңыз, бәрін айтып береміз. Жасыл ипотека лимит кім аша алады дейді. Жасыл ипотека бойынша тоже жаңағы не берілді ғой? 90 миллиард ақша бөлінді, соның ішінен жасыл ипотекада да бөлініп, бұйырса болады енді. 2025-те көп нәрсе болады. Пока деме әлі не қылайық? Әлі бәрін айту керек. Мына екеуін айттым. Телефон бақ берші, сағыныш, қайыққа жара болшы. Ана жақта дейді. Так, Қостанай қаласы, Рудный қаласында 45 пәтер болып жатыр деп үшіншісін айттым ғой, жеке тікелей брондау 5% бен 2% ала аласыздар. 6 ноябрьге дейін Қостанай облысы Рудный қаласында таныстарыңыз бар болатын болса, міндетті түрде айтыңыздар. Заявка берсін, очты тұрғандар болатын болса. Және Түркістан қаласы, Түркістан өзіміздің Шымкент жақта ғой, Түркістан облысында, Түркістан қаласында тікелей брондау болып жатыр. 28-де басталды, 7 ноябрьге дейін 49 пәтер болып жатыр. Ана интернет қосып бершілавады. 49 пәтер болады, 180 мыңнан. Бұл да жаңадан кезекте тұрғанда азаматтар қатысады. 2% бен де 5% бен де қатысатындар бар. Так, егер бұл жерде соңғы 5 жылда әрине атында үйі болмау керек, және 2%дағылардың басымдылық болады 5%дан қарағанда. Түркістан қаласында 7 ноябрьге дейін болады. Ақсу қаласы Павлодар облысында тоже жаңа концепция бағдарламасы. Ол жерде бірақ 4-ақ пәтері бар, 8 ноябрьге дейін болады. Сондықтан оғанда Ақсу қаласында тұратындар бар болатын болса, соған хабарласып айтыңыздар. 4 пәтер болып жатыр. 18 ноябрьге дейін хабарласын. Петропавловскте болып жатыр. 30-нан бастап 6 ноябрьге дейін төлем қабілеттің растау болып жатыр екен ғой бұл жерде. Төлем қабілеттің растау алдында болған, Петропавлда болған жаңа концепция төлем қабілеттігін жаңағы 29 күні аяқталды, жаңа тікелей брондау. Енді 30-нан бастап төлем қабілеттігін растау болып жатыр екен Петропавлда. Жоқ, бұл бағдарлама емес, значит бізде 6 бағдарлама болып жатыр екен ғой. Тек төлем қабілетін растау болады. Павлодар қаласында 5 ноябрьден 18 ноябрь аралығында 71 пәтер болып жатыр, достар. 71 пәтер, соны заявка беріп, ары қарай тоже 2% бен 5% бен ала беретіңіздер, достар. 2% ғана қатысатын деп жазылып. Тек қана 2% ғана қатысады. Жоқ, 5% да қатысады екен. 2% да 5% да қатысады. В общем, Павлодар қаласы, Ақсу қаласы, Түркістан қаласы, Рудный қаласы, Шымкент қаласы және бүкіл Қазақстан бойынша асыл мекен. Қалғандардың бәрі қалаларда болып жатқан бағдарламалар, достар. Так. Жаңағы TikTok-тан сұрақтарыңыз бар болса, TikTok-қа қоя беріңіздер. Мен мына жақта Отбасы банкқа, Отбасы банк деппін ғой. Прямой эфирге, Инстаграмға келгендерге сұрақтар қойып. Отбасы банк 2020 өзгерістер болады ма дейді. Отбасы банкта 2025-тен бастап керемет өзгерістер болайын деп жатыр. Сіздерге айтып қояйын. Ол ең бірінші өзгеріс, бұл Отбасы банктың статусы, мәртебесі ұлғаяды деп айтайықшы, жалпақ тілмен. Мысалы, Отбасы банк осы уақытқа дейін істеп жатыр. Болып жатқан бағдарламалардың операторы еді, келді. Үйге дым қатысы жоқ, үйді акимат береді. Соны үйді алады азамат келген кезде, оған ипотека беруші оператор еді. Ал енді қазір 2025-тен бастап Алла қаласа Отбасы банктың статусы банк емес, уже институт развития, даму институты деген мәртебе береді. Ол не деген сөз? Яғни
сон сияқты болады да, сон сияқты. Яғни үйге қатысты шаруалардың барлығы тек отбасы банк қана шешетін болады. Яғни оны очередке қою, очередтен кім алайын деп жатыр, кезектен шығару, кезекке қою, үй салуды қадағалау, оны үй салудың қадағалап болып, оны қабылдап алу, барлығы отбасы банк жасайтын болады. Отбасы банктың құзыры кеңейеді деп айтайықшы. Бірақ жаңағы ақша жинау, жилищный займ, промежуточный займ, алдын ала займ деген сияқты займдардың түрлері барлығы опы, бағалау көрсеткіш бәрі қалады. Бірақ одан бөлек кезекке қою, кезектен шығару деген сияқты жұмыстар оның барлығы отбасы банк жасайтын болады. Акиматтан оны алып қоятын болады, иә. Так, аты бәрі категория басқа адамдар шанс бермей, 10-20 жанамен дейді. Я бүкіл категориялар, я енді соларға барынша категория тұрғандарды барынша неғылып жатыр ғой, мүмкіндік жасауға. Қарағанды жоқ па ешқандай бағдарлама? Қарағандыда кеше неден болып кетті ғой, Саран деген қалада Саран жастар деген бағдарлама болып кетті. Ол жерде заявка қабылдау болып кетті. Пока Қарағандыда ешқандай жоқ. Болса мен айтып кетемін. Так. Ау. Телефонды алып қойдың ба, неге алып қойдың? Пеш. Қазір мен сен қыдыртуға апарамын, болды. Сөйлесіп болайын, сосын қыдыртуға апарамын. Жарай ма? Болды. Пицца жеп жатсың ба? Көрсетесің ба пицца жеп жатқанында? Кел. Опа, мен мына балам кел, міне. Привет де бәріне. Привет, мен пицца жеп жатырмын де. Ой. Папасы правильное питание, баласы неправильное питание болып жатыр. Папа да пицца жеп жатыр. Иә, сен де пицца жеп жатсың ба? Болды. Все, болды. Ана, мен беш телефонын беш, иә? Ақшаң ақылың бар. Ей, молодец. Тайпай. Молодец, лайк басыңдар дейді. Шәрі, дұрыс айтады, лайк басыңдар. Бәрекелді. Лайк басыңдар, лайк де. Андай, мынандай сіз қалай? Ту дейма, бірдеңе бар еді, қалай? Видео ба, былай істей ма? Қандай? Бар еді ғой, қолын бүйтшешпейді. Лайк басында десеш, болды. Ипотека алу сіздердің компанияның сопровождениесі бола ма? Әрине болады. Сөздің ашығы, осындай ипотечный компаниялар сол сопровождениемен күн көріп отыр ғой. Нағыз негізгі табысымыз сол ғой енді. Болады, хабарласыңыздар. Так, ас болсын дейді. Бағана ұмай бойынша айтыңызшы, ұмайды айттым. Болды. Жалпы қазір таңда 6 бағдарлама болып жатыр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, иә? 6 бағдарлама болып жатыр, достар. Значит, осы 6 бағдарлама әр регионда әртүрлі асыл мекен бойынша. Енді жалпы ұмайға, достар, ұмайды айтайын, ұмай туралы жаңадан қосылып жатқан оқырмандар сұрап жатыр екен. Қалайсыз дейді. Шүкір, Динара. Рахмет. Бөлкеден бармайды. Не, қойып көршін. Әне, сағын шықып тұр. Бар. Так, в общем, қараңыздар, басып жатырмыз аға дейді. Рахмет, баса беріңіз. Так, ұмай бағдарламасы туралы айтып берейін, достар. Айбеттіңіздер, ұмай бағдарламасы. Бұл же ұмай бағдарламасы қатысатындар тек қана әйел азаматтар қатысады. 18 жастан 63-ге дейін дейді. Негізі, бірақ реально төлем аққабілет растап өту үшін 56-57-ге дейін болған жақсы. Одан кейінгілерге қиындау болады. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, атыңызда үй бар ма, жоқ па, ешқандай маңызы жоқ. Үшінші мәселе, прописка бар ма, жоқ, ол да маңызы жоқ. Келесі, төртінші олама, төртіншісінде сіздің табысыңыз, сіздің жолдасыңызбен өзіңіздің бірге табысыңыз, семейный табыс дейді ғой, сол 950 мыңнан асып кетпеу керек. Алғаш жарна ауылдық жерлерде 15% болады, ірі қалаларда 20% деп отыр. Алғаш жарна және максималды займ бұрын 35 миллион еді, енді оны 50 миллионға дейін созып тастады. Процент ставка 14,4%-пен беретін болады. Бірінші нарықтан аласыз ба, екінші нарықтан аласыз ба, оны өзіңіз білесіз. Қай қаладан алғыңыз келеді, оны да өзіңіз білесіз. Ешқандай жоқ. 2025 жылы міндетті түрде болады, уже меморандумға қол қойылды, ақша бөлінетін болды. Так что, Құдай қаласа, менің есебім бойынша кемінде 2000 адам спокойно үйде болып кетеді, Алла қаласа. Астана офисіңіздің сенбі-жексенбі жұмыс жасайсыз ба дейді. Болат қызы,
сенбі күні точно жұмыс жасаймыз, ал жексенбі күні клиент келем деп жатса, сөз жоқ, тоже келеміз. Осы клиентке байланысты келем. Осы жай келіп отырмаймыз, ал адам келетін болса, Өмірхан дейді, Өмірхан бауырым, отбасы банк кезекке қоюды қолға алған дұрыс болады, барлығы бір жерде соғылады, бір-біріне сілтей бермейтін болды, отбасы банк акимат. Өте дұрыс, осы бір-біріне сілтей бергендіктен бәрін бір жерге қоятын болды. Отбасы банкқа келесінде, отбасы банк ешкімге сілтей алмайды, өз шешетін болады да барлығын. Дұрыс, керемет Өмірхан. Осындай өзекті актуалды тақырыптардың барлығын бірге ақылдасып отыратын. Өмеке, Алла қаласа сізбен бір Шымкентте кездесеміз, Алла қаласа. Жақсы ма? Мен сізбен бір ойласып, ақылдасып, біраз дүниелер жасайтын сияқтысыз. Өте грамотный жігітсіз. Сұрақтарыңызға, ұсыныстарыңызға қарағанда керемет. Сіз маған рабочийға жазыпсыз, болды, мен сіздің телефоныңызды сақтап қоям. Құдай қаласа кездесеміз, Алла бұйырса. Ал енді достар, басқа қандай сұрақтарыңыз бар болса қойып алыңыздар. Қазіргі таңда мына тікелей эфирді пайдаланып, мен сұрақтарыңызға полностью жауап беруге дайынмын. Есім Ерболат Ақбергенұлы, берекелі Ереке, Инстаграм парақшам. Алдын ала рахмет дейді. Рахмет, Ереке, асығып жүрмін дейді. Болды Өмеке. Құдай қаласа, егер мен Шымкентке барамын, сіз Астанаға келіп қалып жатсаңыз, пожалуйста, тағы да бір. Сосын мүмкін прямой эфирге шығамыз бірге отырып. Жалпы былай жасайықшы, достар. Тікелей эфирге қазір қосылғысы келетін азаматтар бар ма? Бір-екі сұрақтарыңыз бар болса, есептеу керек болатын болса, тікелей жіберейік, давайте. Қосылыңыздар, запрос жіберіңіздерші, мен сөйлесейік. Ереке, Отау, Наурызбадан Төлем Қабден Растау. 29-на дейін созды, жаңа айтам деп отыр едім, 29-на дейін созды. Өйткені созатын себебін айтайын. Не болып жатыр? Үлгірмей жатыр. Барлығы Төлем Қабден Растауға біріншіден, және бөлінген ақшаны игеру керек қой, соның барлығын. 29-на дейін созды. Қолыңызда 20 миллион қалай жұмсар едіңіз дейді бала. 20 миллионды ол жоқ дегенде 10 миллионнан 2 үй алып қояр едім ғой. Болды, ипотека. 20 миллион болатын болса. Так, үйге дейді. Үйге. Қалай жұмсар едіңіз үйге? Жаңа айттым ғой, 10 миллионнан 20 миллионға 2 үй алып қояр едім. 20 миллион. Бес право өкіл үйдің қалай алатын болады, көп болып алғанмын дейді. Енді бұйырса, бес право өкіпаны алған болған болсаңыздар, сіздерге күшті жаңалық болып жатыр, білесіздер ғой. Енді жаңағы парламент мақұлданды, енді мәжіліс президентке қол қоюға кетті, мынандай заң қабылданып жатыр. Арендный жүйе алғандардың барлығына өздеріне заңдастыруға мүмкіндік беретін бағдарлама іске қосылады бұйырса келешекте. Оның барлығы қандай керемет болады, Умайға барлығы қатыса алады деп айтайықшы. Болды, сондай ограничение жоқ. Атында үйі бар, жоқ қарамайды. 20% бар болса болды. Максимальный займ, ол жерде 50 миллионға дейін бірінші екінші нарықтан алай бере аласыз, Умай бағдарлама. Менімен шықсаңыз қалай прямойға Ереке дейді. Мен қалай шығарам? Өмірхан маған заявка қойып жіберу керек па? Өмеке, сіз маған запрос жіберсеңізші, или мен маған запрос жібере аламын ба? Иә. Выйти прямой эфир міне. Ал кеттік. Қабылдаңыз, Өмеке, жібердім мен. Өмірханмен. Ағай, сізбен қалай хабарласуға болады дейді. Менімен 875-060-20-22 деген нөмірім бар. Инстаграм парақшамда соған заявка бересіз. Так, неге қабылдамай жатыр ма? Тағы да қайттан шығарайын ба? Қайттан заявка не берейін ба? Запрос қабылдау керек қой. Так, выйти прямо. Запрос жібердім. Ана бар, Ана. Тати жасап береді. Так, что-то мен бармай жатыр ғой. Вот, принять дейді. Мен принять етем ба? Жоқ. Я подписан, ма? Я слово принять. Не можешь присоединиться, дейді. Не?
Ya қосылмай жатыр прямойға. Так, мына жерде Ерсайын Сұлтанов дейді. Сонымен көрейікші ал. Включил, вот, видео дейді, включил дейді ол. Қалай? Во. Кім қосылды бізге? Кеш жарық. Ерік ассалаумалейкум, Қазалы? Ассалаумалейкум, қалайсыз? Денсаулығыңыз қалай, қуат жүріп жатсыз ба? Аманбыз, жақсы. Ай, бәрекелді. Қазалы қалай, Қазалы? Шүкір, жақсы, ауа райы нормально. Ой, бәрекелді. Я, сол бізді жексенбі, сейсенбі, жұма күндері тікелей эфирге шығатыным бар. Сосын сол шығып, бәрекелді. Бізде Ереке, анада сіз айттыңыз ғой жаңағы, объединение ма, әлде переступка ма, қайсы жаңағы? Переступка, тек қана переступка жасайсыз, объединение жасамаңыздар. Яғни переступка деген сөз басқан депозит сізге аударып аласыз, болды, екеуін біріктірмеңіз, біріктіріп қойып жүрмеңіз. Просто бұлай екі жақта тұра берсін. Біріктірет, заяқ беретін кезде, кірет заяқ беретін кезде, екеуін біріктіре салам болды. Объединение салам болды, проблема емес. Переступка деген жасаңыз, объединение жасамай қойыңыз. Түсінікті, енді переступка ол жаңағыдай онлайн жасалмай ма, әлде обязательно бару керек па банкке? Қараңыз, переступка онлайн принципі жасап көруге болады приложение арқылы. Бірақ ол тақанса... Негізі, по идее, Отбасыбанктың бар мақсаты соның барлығын электронда жасалады деп жоспарлап қойған негізінде. Бірақ енді ол әлі максималь дамып жатқан жоқ та. Ол үшін сіздің және сізге кімге ауыстырайын деп жатсыз, депозит кімге ауыстырайын. Сол екеуінің де данныйлары автоматты түрде алынып, екеуінің ағайын екенін көрінетін бір байланыс болу керек та. Соның бәрі автоматизацияланған болса, оны автоматты түрде қосып алуға болады. Бірақ оған қатты сене бермеу керек, өйткені мен тәжірибемде ондай болды, мен ол жасап алдым дегенде мен әлі кездескен жоқпын, шынымды айтсам. Бірақ теоретически бар. Жасайын деп ұмтылмаған шығар, сосын мүмкін ешкім дұрыс айтасыз, жасайды, ешкім ұмтылмайды. Неге? Өткен банкке бара салады да барлығы. Бара салайыншы, өзіміз бір қатесі болып қалар, бірдеңе деген сияқты. Негізі бәрі электрон жасалу керек, логика бойынша. Дұрыс айтасыз аға. Сол. Енді Астанаға келесіз ғой бұйырса жақындағанда, Алла сақырменеге. Мен отырғанда қазір жаңғыз сізбен сөйлесіп тұрмын ба, әлде басқаларда бар ма? Жоқ, барлығы көріп тұр ғой, екеуміздің сөйлесіп тұрғанымыз. Бәрі көріп тұр ғой, бәрі көріп тұр. Жалғыз екеуміз ғана емес, сіз полный, бүкіл. Сіздің де оқырмандарыңыз, менің де оқырмандарым бір-бірін көріп тұр ғой. Оның да оқырмандары көріп тұр, Жеке сұрақ қойып жатыр, мынау басқаларды қызықтыра ма, қызықтырмай ма білмеймін ғой ол сұрақ. Жоқ, енді ол дейші, бәрі жеке сұрақ болғанымен де Отбасыбанкқа байланысты сұрақ қой, дұрыс па? Сол. Яғни басқалармен де ортақ сұрақтар ғой, бұл айтқанда. Сол. Мысалы, басқаларға да ондай переступка, объединение деген оларға да қызық. Кіріп алып, өзің шаруасын шешіп кетті демесін әйтеуір. Жақсы. Тағы сұрақтарыңыз болса? Сұрақ болса, лишкеге жіберер, жазып. Басқалардың да сұрақтар бар шығар. Болды, жақсы, олар соларды қабылдайық онда. Рахмет, Алла разы болсын. Жақсы, басқаларға сәттілік. Енді бұл кісі қалай өзі шығып кетеді? Өзіңіз крестик басып шығасыз онда, получается. Болды, рахмет, сәттілік. Басқаларға. Давайте. Наурызбай дейді. Так, о шықты. Енді тағы кім бар? Өмірханды қабылдайық. Мына жақсы нәрсе екен. Жаным. Тәттім мен. Менің тәттім. Менің тәттім дейді.
О, алейкумассалам. Что-то көрінбей тұрсыз менде. Иә. Камераны қоссаңшы, камераны. Қосылып тұрған сияқты ғой, қайтып. Сіз мені көріп тұрсыз ба? Иә. Мен қалай көрем? О, жап-жас, менде көрінбей тұр ғой. Менде не қалай? Так. Қазір тауып алайық. Ойбай, мен не істеп болды. Так. Сіз көрінбей қалайын. Ой, тоқтай. Так. Бұл, менікінде көріп тұрған жоқ, бірақ мына жақта. Иә. Жалпы Ереке, мен отбасыма неден зерттеп жүрмін ғой енді. Кішкене бір-екі ортақ сұрақтар қойып өтетін болсам. Мысалы, Ереке, үйді үймен алатын болсақ, 100 мың вознаграждениемен 20 миллион үйін алуға болады ғой үйін. Дұрыс айтасыз, иә, 7,5%. Енді мысалы 120 мың вознаграждениесі бар адам 20 миллионның үйін алатын болса, салыстырмалы түрде аймай төлейтін ақшасы аздау болады ғой, иә? 100 мың вознаграждениемен алғаннан гөрі. Чуть жоқ. Принцип бірдей болады. Алғашқысы бірдей болады. Жылы қысқаруы мүмкін чуть-чуть. Жилищный займға мүмкіндігінше тез өтеді. Тез өтеді, иә, дұрыс айтасыз. Иә. Молодец, Өмірхан. Содан кейін барып, мен Шымкенттемін ғой Ереке. Шымкенттің тұрғынымын. Кішкене Шымкентте жаңа қамқор бағдарламасы бар еді ғой. Сол жайлы кішкене жаңалықтарды айтып өтетін болсам, мысалы қамқор бағдарламасында тек первичка деп жатыр еді ғой. Кімде? Қамқор бағдарламасында тек болады деп жатыр еді ғой. Түсінбей қалдым. Қамқор бағдарламасына тек бірінші нарықта үй алуға рұқсат беріп жатыр еді ғой. Иә. Енді Құдай қаласа вторичкадан да алуға рұқсат берейін деп жатыр. Бәрекелді. Ол мен білмеппін, шынымды айтсам, рахмет. Оны қайдан естідіңіз? Мен енді Шымкенттікім ғой. Ай, красавчик. Ай, молодец, Өмеке, красавчик. Молодец. Одан кейін тағы да соңғы жаңалықтарда, мысалы, арендный жилье бар ғой, без права выкупа. Иә. Құдай қаласа соны жаңағы приватизация жасауға рұқсат берейін. Иә, жаңа айттым ғой, иә, дұрыс айтасыз. Ол енді тек президент қол қойса болды, күшіне енеді, Алла қаласа. Болды. Күш қой. Мысалы, арендный жильеға конкурсқа қатысатындар, мысалы, кезекте тұрғандарға қосымша балл беріле ма? Жоқ, аренда жоқ. Ол жерде балл емес. Ол жерде не ғой? Кезекке тұрған датасымен ғана қатысады. Арендный жильеда сондай ма? Иә. Қой. Оны акимат өздері таңдап алады. Өз акиматтың критерийі болады. Иә, дұрыс. Не жұмыс жасайсың, Өмірхан? Мен Шымкент қаласында колледжде мұғаліммін. Мұғалімсіз ба? Бәрекелді. Жап-жассың ғой? Нешедесің? 27-де. Ай, красавчик. Үйленгенсің ба? Бала-шағаң бар ма? Иә, бір қызым бар. Ай, бір қызыма ақыл депозитін аштық. Әрекет жасап қойдық. Ай, бәрекелді. Молодец. Жақсы. Ақыл депозитін сұрағым бар еді. Мысалы, ақыл депозитін аштық, оның ішіне ақша салдық. Бірінші жылы оған госпремия түспейді, иә? Дұрыс айтасыз. Бірінші жыл түспейді, иә. Тек 5% капитализациямен ай сайынғы жаңағы не ғана түседі, иә? Ай сайын капитализация түседі. Иә, 5% түседі. Капитализация ай сайын болады. Дұрыс айтасыз. Қой. Ал келесі жылдан бастап қана госпремия бастала ма? Иә, келесі жылдан бастап қана госпремия. Және госпремия алдыңғы жылы берілген ақшаның үстінде де госпремия беріле береді. Капитализация жүре береді да, иә? Жүре береді, иә. Ойлаған болса, егерде госпремия беретін болса, онда биыл жаңағы неге жеткізіп қою керек, максималды суммаға қою керек деп. Жоқ, биыл бере қоймайды. Жерде неғып көрінеді? Все, жақсы, ана скриншот жасауылшы. Астанаға барғанда хабарласам. Міндетті түрде, давайте кездесейік.
Ай, ризамын. Кездесейік. Кездесейік дейді. Жаным. Жақсы, сәттілік. Жақсы сәттілік. Болды ма, шықты ма? Болды ма, шықты ма? Так. Бүгін құш. Бүгінгі. Туh. Мен балам нөмірім десің ме? Қайта звондап жатыр. Так, қандай сұрақтарыңыз бар? Сұрақтарыңыз болмаса осымен бітіре қоямыз ба онда? Так, мә, қайттан звон. Мен сөйлессем бола ма тікелей эфирде? Тоқтай тұра ма? Ha? Ne oldu balam? Ау. Bir sәл күте тұршы, балам, мен тікелей эфир жүргізіп жатыр едім, сен кедергі болып жатсың қазір. 5-10 минут. Ойбу, мен завершуым болып кетті ғой. Ал, тик-токтағылар сіздерге. Ассаламалейкум, менеджер бар ма, вакансия дейді. Ерболат айтшы. Негізі бізге жұмысқа тұрғыңыз келетін болса, онда WhatsApp-тағы нөмерге звондаңыз, сосын біз сізбен сөйлесеміз, ойласақ болады бәрін ойындастыруға. Мына Бауыржан деген кім? Несін қалай білуге болады? 447 число подписчиков дейді. Мынау ма? Баука 1988. Баука 1988 деген. Сұрақ болмаса саламатсыз ба дейді Ләззат, саламатсыз ба Ләззат. Егер сұрақтарыңыз болмаса, онда осымен тікелей эфирімді мен тамам қылайын. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Жақсы, жақсылықта амандықта кездесейік. Так, мынаны қалай шығады енді мынадан? Завершить деген ба?